Ассалаумағалейкум қазағым. Үндет ұстауға тура келіп тұр. Ақтөбе облысының әкіміне Асқар Шақановқа үндет ұстап отқан Темір ауданының Темір қаласының тұрғыным Ашимов Саматпын. Үндет ұстап отқан себебім мәжіліс парламенттегі Ринат Зайцев үндет ұстап отқан жоқ па, шақырып жатыр ғой. Жаңа Қазақстанды қалай құрамыз деп. Ауылдық жерден, ауданнан, облыстан экономистерді ауыл шаруашылығын беске білетін диплом болсын болмасын деп шақырып жатыр ғой. 30 жыл болды міне. Ауыл шаруашылығының министрі бір мәселені шешкен жоқ. Мәжіліс парламенттегі депутаттар 30 жыл болды. Ұйықтап жатқаны 90%. Ринат Зайцев шақырып жатқан жоқ па? Мен Ашимов Саматпын. Темір қаласының тұрғынымын, дайынмын. Менің бағдарламамды 2021 жылы тексерді. Темір қаласының, Темір ауданының ішкі саясат бөлімі Нұрлы Гүл деген қарындасымыз. Тоқаевқа жібердік біздер бағдарламаны тексеріп. Қазір Нұрлы Гүл деген қарындасымыз бөтен жұмысқа ауысып кетті. Мынау Ерлан деген милиция. 40 жыл стажы бар. Батыржан деген Темір ауданының вет технигі. Үлкен ақсақалдар Темір ауданының, Темір қаласының ақсақалдары тексерді менің бағдарламамды. 9 жыл Темір қаласының әкімі, 9 жыл Нұр Отанды басқарған Темір ауданының тәжірибесі бар. Асқар деген қазір әкім. Ең бірінші тұратын экономика. Темір қаласының қалай тығырықтан шығарып экономикасы дайын. Темір ауданның бағдарламасы болу керек. Әкімдердің. Облыстыңқы да болу керек. Сен де ұйқы бассың. Не ұйқы сенікі? Жап-жас жігітсің. Ақтөбенің қаласы болып, қаласына тұрғанда тым жүрсігін жоқ, ұйықтап отырдың. Әлің сен ұйқы. Оянбайсың ба сен? Үй қырқып отырсың ба? Батаңды беріп, ақсақалдар, алатын болса ал, қосатын болса қосып. Мен жаңғозын құрмаймын ғой Темір қаласын. Жаңа Қазақстанды. Темір қаласының әкімі дайын. Жастары дайын, мәжіліс парламентке дайын. Ішкі саясат бөлімі Жайнагүл деген бар Темір ауданда. Ол дайын. Енді біздер жібермейсіңдер ме? Енді шақырып жатыр ғой Ринат Зайцев. Келіңдер деп. Әлде жаңа Қазақстан құруға қарсысыңдар ма? Асқар Шақанов, әңгіме біреу. Сен де ұйқы бастың біреусің. Жасыратын жөнім жоқ. Қайталап айтам. Тым жұмыс істеген жоқсың сен. Ақтөбенің әкімі. Не істедің? Әлің сен ұйқысың. Сом арқылы шық. Я барайық, я Темірге кел. Тексер бағдарламамды, қайталап айтам. Батасын берсін ақсақалдар. Тексерсін. Мәжіліс парламентке мен жаңғозын құрмаймын ғой. Бармаймын ғой. Әкімді жібер қасыма. Жастарды жібер. Тексеріп. Ішкі саясат бөлімі Жайнагүл жібер. Мынау не ұйқы? Әлде жаңа Қазақстанға құруға Тоқаевқа қарсысың ба? Күлкен ұйқы бастардан басым іспәле қалды. Сап-жас жігітсің сен. Бұлай да бар алам мен. Мәжіліс парламентке. Бірақ енді бірге жұмыс істеу керек қой, бірге мәселені шешу керек қой. Әңгіме біреу, қайталап айтам. Темір қаласының әкімі, жастары, ішкі саясат бөлімі Жайнагүл Темір ауданының. Жібер біздерді. Тексер. Бағдарламамды тексер, мен дайынмын. Ең бірінші тұратын экономика. Әрбір әкімнің бағдарламасы болу керек. Белсенділермен араласып, ақсақалымен
ішкі саясат бөлімімен бірге жұмыс істеу керек. Ауданның, облыстың сенің бір бағдарламаң жоқ. Осы қасқаша ұйықтап жатсың. Әңгіме біреу. Ұйқыбастардан басымыз бәле қалды.